Ал енді келесі әңгімені өздерің айтып берсеңдер. Енді келесі әңгімені шаш туралы әңгімеден бастасам, Жәнібек хан бір жақтан келе жатып бір кісіге жолыған. Ол кісінің шашы қара, ал сақалы ақ екен. Қасында келе жатқан адамдардан неге осы менің шашым қара, ал сақалым ақ деп сұрайды. Сонда олар тауып айта алмайды. Ал Жәнібек хан болса, ал шешенім, кезек сенде, сен жауап берші дейді. Сонда бөгелмесен жиренше шешен түзде тебінген, үйде күйінген, аты шабан, қатыны жаман бір бейбақ шығар деп айтқан екен. Енді осы жерде түзде тебінген, үйде күйінген деген сөздердің мағынасын қалай түсініп отырсыңдар? Түзде тебінген деген сөздің мағынасын аша кетсем, түзде тебінген, үйде күйінген, аты шабан деді ғой. Осы түзде тебінген дегенде, яғни аты шабан болуы, сыртта атының жүрмей қалуы, аты жүрмей қалған кезде адам атын тебінеді ғой. Осыны айтқысы келіп отыр. Келесі қатыны жаман бір үйде күйінген, аты шабан, қатыны жаман бір байқұс шығар деп отыр ғой. Яғни үйінде береке бірлік болмаса, мысалы әйелінің өзі, жарының өзі күйеуінің сөзін тыңдамаса, үйде береке бірлік болмайды. Тіпті әйел адамның тамағы да берекесіз болады. Сондықтан жаңағы үйден де түзден де күйінгеннен кейін де ол кісінің сақалы мен шашы да ағарған деп есептейміз. Ал енді осы әңгіменің бір құндылығы ол жақсы жар таңдау және де көлік, яғни астындағы көлігін дұрыс таңдау.